Сәлеметсіңдер балалар. Біз бүгін қазақ әдебиеті сабағынан Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян поэмасы бойынша жұмыс жасаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын мен мақсатымызға тоқталып алайын. Біз мақсатта не істеуіміз керек? Бүгінгі біздің іс-әрекетіміз. Қандай іс-әрекет жасаймыз балалар? Қандай сөйлем шығады? Әдеби шығарма бөлшектерін құрамдас сюжетін талдау. Құрамдас бөлшектерін. Сюжетінің Құрамдас бөлшектерін талдау. Жақсы. Яғни, бүгінгі сабағымызда балалар бірінші мақсатымыз әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау. Екінші, күрделі мақсат бойынша не істейміз? Құрмалас сөйлем шығады, екі сөйлем. Кәнекей бастап көрейік. кейіпкерлердің іс-әрекетімен Дұрыс. Үшінші сөзді подсказ қосып жіберейін. Іс-әрекетімен автор берген мінездемені Салыстырып. сосын Баға беру. тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Екіншісі, кейіпкерлер бойынша жұмыс жасаймыз. Кейіпкерлердің іс-әрекеті автордың берген мінездемесі негізінде тарихи және көркемдік шығармалар құндылықтарын ашады екенбіз. Ендеше бастайық. Енді ең бірінші біздің поэмамыздың басты кейіпкері кім еді балалар? Баян, ноян. Ең бірінші бір кейіпкерді айтайық. Негізгі кейіпкер ол Батыр баян. Батыр баян. Енді осы Батыр баян бұл басты кейіпкер. Осыған байланысты біз поэмадағы негізгі әрекетті айтсақ. Осы Батыр баян дегенде жалпы поэма бойынша да, жалпы тарих бойынша да бізге не оралады ойымызға? Батыр баян кім дегенде не айта аламыз? Ол қазақ халқының батыры. Қазақтың батыры, қай уақытта уақытын айтайық, мөлшермен білеміз ғой. Он қалмақтармен соғысы. Қалмақтар соғысында жер қорғаушы батырдың бірі, Абылай ханның батырының бірі. Негізгі басты кейіпкердің негізгі поэмадағы сюжеттің ішіндегі негізгі әрекет бірінші осы. Біз поэманы бастаған кезде Батыр баян соғыстан келеді, жер қорғау соғысынан келеді. Екінші кейіпкер кім еді бізде? Ноян екінші кейіпкер. Ал Ноянға байланысты поэмадан қандай әрекетті айта аламыз? Ноянның негізгі әрекет балалар. Ол Батыр баянның інісі. Әрекет балалар. Ол қазақ халқының сатты және ол өзінің туған жерін сатты және қалмақ қызына жақсы көрді, қалмақ қызын. Жақсы. Ендеше, былай істейік балалар. Ноянның жақсы әрекетін айтайықшы. Әрекет көп қой негізгі. Әрбір кейіпкерде, киноның өзінде әрекет көп болады балалар. Осы жерде Ноянның әрекетін айтайықшы. Ноян қандай әрекет? Ең есте қалғанымыз қандай әрекет? Жаңа айттыңдар. Қалмақ қызына жақсы көру. Тамаша. Негізгі жақсы, тамаша. Екінші әрекет өте жақсы балалар. Екінші әрекет Ноян мен қалмақ қызының махаббаты. Бізде бірінші негізгі басты сюжет ол жаңағы баянның жер қорғауы болса, ол тарихи оқиғаға қатысты. Екіншісі інісі Ноян. Ноянның ғашық болған. Жақсы әрекетті айтамыз едім ғой, ғашық болғандығы. Үшінші, тағы бір негізгі сюжетке тоқталайық. Енді екі кейіпкерді қосайықшы. Батыр баян мен інісі Ноянды қосқанда қандай сюжет бар еді? Қосып айтқанда. Қалай? Батыр баян Ноянның жүрегіне сабақ. Тамаша. Жақсы, бір-бірімізді тосып сөйлейміз. Батыр баян Ноянды өлтіреді. Бұл бізде үшінші әрекет. Енді, міне қараңдар. Біздің поэмадағы негізгі оқиғалар деп біз бірінші жаңағы Батыр баянның ел қорғауын айтамыз. Батыр болғандығын. Екінші негізгі оқиға осыдан кейінгі кезекте жас Ноянның қызға ғашық болуы. Одан кейінгі үшінші соңғы әрекет, трагедиялық әрекет баянның Ноянға қол жұмсауы. Енді осы бойынша бұл сюжеттер бізде негізгі сюжеттер балалар.
негізгі сюжеттерді біз қазір ұсақ сюжеттерге бөлсек, ұсақ сюжеттерге бөлген кезде бізде шығарманың композициясы шығады. Шығарманың композициясы. Яғни басынан аяғына дейін оқиға қалай өрбіді. Басынан аяғына дейін оқиға қалай өрбіді. Қазір композиция дегенді білесіңдер ме, балалар? Білетіндерің бар, білмейтіндерің де болуы мүмкін, Композицияны білмесек, қазір онда бірден осы жұмысты жасау арқылы біз композицияны біліп аламыз қазір. Енді композиция дегеніміз шығарманың басынан аяғына дейін оқиғаның өрбуі дедік жаңағы. Кез келген кино басталады, одан кейін дамиды, дамығаннан кейін кейіпкерлердің іс-әрекетімен байланысады, одан кейін шиеленісу дегеніміз қандай да бір мәселелер пайда болады, қызықтырақ болады кино. Одан кейін ол шарықтау шегіне шығады, яғни ол мәселе проблема айналып кетуі мүмкін бұл жерде, одан кейін оқиға аяқталады. Осыған байланысты мен шағын сюжеттерді қойдым, кәнекей келтіріп көрейік. Бірінші, оқиға қалай басталды? Шығарманың композициясын құрастырайық, білмейтіндерің осы жерде түсініп аламыз. Соғыспен басталды, тамаша. Баяннан соғыстан қайтып келуі. Қайтып келеді. Жақсы, міне. Бірінші, оқиғаның басталуы, ол соғыспен басталды. Басталған кезде оқысаңыз, жаңағы Абылай ханның батырларының жоңғармен соғысы туралы басталады. Жақсы. Екінші, енді қарайық, оқиға қалай дамиды? Соғысып жата бермейді ғой, соғыс біткеннен кейін оқиға дамиды. Яғни кейіпкерлерге әкеледі оқиға бізді. Сол кезде қалай дамиды оқиға? Мына жақтағы сендер суреттерді байқадыңдар ма? Мына тұрған суреттер соғысты мен оқиғаның басталуының жанына келдім. Енді оқиғаның дамуына мына суреттің қайсына келеміз? Бұл сюжеттің деталі, балалар. Біз бағана күрделі сюжетті айттық, үлкен бөлшектерді, оны шағын бөлшектерге бөлдік. Екіншісі қайсы болуы мүмкін? Ал, балалар, екінші. Қалмақ қыздың тұтқынға келуі. Тұтқынның келуі. Тамаша. Екінші бізде оқиға қалай дамиды? Бірінші оқиға басталады соғыстан, әрі қарай дамиды, қазақтары жеңіспен оралады. Жеңіспен оралғаннан кейін әрине тұтқындар да келеді. Енді бұл соғыстың заңдылығы. Сол кезде қалмақтың сұлу қызы ауылға келеді. Әрі қарай не байланысады? Байланысу дегенде, балалар, кейіпкерлер пайда болу керек. Қалай байланысты? Ноянның махаббатқа. Ноянның. Тамаша. Яғни оқиғаның байланысы махаббат пайда болды. Мысалы, бұл жерде композицияны қалай құрастырасыздар? Мысалы, дамуын алып тастасақ, байланысын шығара алмайсыздар, балалар. Байланысы махаббат бұл жерде пайда болмас еді, егер жаңағы тұтқын қыз келмесе. Тұтқын қыз келмесе де, егер соғыс болмаса. Көріп отырсыңдар ма? Енді оқиғаны шиеленістіреміз, яғни қандай да бір қиындықтар, қандай да бір қызықты мәселелер пайда болу. Қиын немесе күрделі. Екі жас қашады. Тамаша. Бізде екі жас әрі қарай қашудыға шешім қабылдайды. Енді мен жаңа сіздерге балалар айттым. Апай, болады ма? Ау. Айта ғой. Содан кейін Тоқтай тұр, мынаны бекітіп алайын, тұра-тұр, оқиғаны шиеленісуін бекітіп алайын. Енді балалар композицияны құрастыру үшін, келешекте сабақтарында құрастырған кезде, жаңағы шиеленісу байланысудан пайда болады. Байланыс дамудан пайда болады. Соны назар аударыңдар деп айтқым келіп отыр. Егер олар қашпас еді, бір-бірін жақсы көрмесе, егер соғыс. Жоқ, соғыс бірінші. Егер қыз тұтқынға келмесе, тамаша. Әрі қарай кеттік. Енді шиеленіс екеуі қашты, сол беті қашып кетті ма? Шарықтау шегі қандай да бір проблеманың, немесе жаңағы ол проблема трагедиялық деңгейде болуы мүмкін, немесе Ноян өледі. Ноян өледі. Тамаша. Ноян өледі. Ол бізде Ноян садаққа ұшады. Дұрыс па? Ал енді соңғы оқиға қалай аяқталады? Мына жерге мен екі сюжет қойдым. Екеуі де мен тыңдағандар, балалар. Баян ақылына келеді да, соғыста өледі. Жақсы.
Енді балалар мен Ол өз тыңдаңдаршы. ағасыз өмір сүре алмайды. Інісінсіз, е? Жақсы. Иә. Балалар мен тыңдаңдаршы. Онда былай істейік. Осы екі суреттің біреуін ғана алайықшы шешімі. Негізі екеуі де келеді. Екеуі де келетін болғаннан кейін қойдым. Сендер қайсысы басымырақ деп ойлайсыңдар? Осы екі сюжетті. Баянның соғыста өлуі. Өлуі басым ба? Ал Менің ойымша қайғыға келген ана сурет. Қайғыға келген. Ал неге ол басым? Қайғырып отырған баян. Оның несі басым? Себебі ол ақылына келді. Өзін не істеген білді. Екі адамды өлтіргені өзінің есіне келеді. Өзінің туысын өлтіргенін түсінеді. Ол сол кезде өлтіргенде оның бойы ашу билеп, өзінің ақылы өлген. Жақсы, жақсы. Апай, сонан кейін ол аз батырын жинап алады да, көп жауға шығады, үлкен жауға Жақсы, шығады. иә, ашумен, е? Жаңа айттыңдар ғой, ашумен ағаттық жасап алады. Негізі ол айтпесе мықты батыр ғой, әскерді басқарып жүрген қолбасшы. Ол оңайлықпен жауға берілетін адам емес. Жаңағы ашумен, эмоциямен кетіп қалады. Ал енді, жақсы, тамаша балалар, композицияны құрадыңдар. Келешекте егер өздерің білмесеңдер, бұны кез келген сабақта кез келген шығарманың композициясын осылай құрастырасыздар. Яғни біріншісі болмаса, екіншісі болмайды. Солай байланыстыру арқылы табасыздар. Енді мен мына жерде бір айтайын дегенім. Біз неліктен баянның қайғырып отырған суретін шешімге қойдық? Бөлімді еске түсірейікші. Бөлім, кітап қолдарыңда бар болса, бөлім бізде қалай аталады, балалар? Неліктен біз осы соңғы суретке қайғырумен тоқтадық? Баянның соғысқа барып ажал құшуын емес. Естеріңдер ме? 390. Көксерек. Үлкендер мен балалар. Жақсы, кітаптарың болса қарап алуларың. Үлкендер мен балалар. Мына жерде үлкендер мен балалардың әрекеті беріліп тұр. Бала дегеніміз енді ноян жеткіншек қой, подростық, бірақ әлі жасаған ісі балалық. Осыған байланысты біз қазір үлкен бізде кім? Батыр баян. Батыр баян, бала бізде ноян болып есептеледі. Осы екеуіне мінездеме беріп өтейік. Осы оқиғаның бұл трагедиямен аяқталуының себебін аштық. Бірінші, Батыр баянға мінездеме берсек, бірінші жаңа композициямызға қайттан келеміз, балалар қарай қойыңдар. Оқиға басталды. Баян қандай? Композиция бойынша айтайықшы. Оқиға басталды. Баян қандай? Батыр, мықты. Батыр, тамаша. Ең бірінші баян батыр. Және жай батыр емес, атақты батыр. Екінші, бірінші суретке қарап қандай мінезін айтамыз? Патриот. Патриот, тамаша. Отанын қорғайды, өте жақсы. Одан кейін тағы не айтамыз? Ол намысшыл. Намысшыл, жақсы. Елін қорғағанай намысшыл. Патриот, батыр, батылдық та соның ішіне кіріп кетеді, е? Жақсы, тамаша. Яғни нағыз ел үшін туған ер. Жақсы, екінші суретке кеттік. Екінші сурет арқылы кімге мінездеме береміз? Баянға ма, ноянға ма? Ноян. Ноян бар ма мына жерде? Тұтқында келген кім? Батыр баян. Батыр баян ғой. Ноян әлі жоқ, ноян пайда болмады. Баянның жаңағы мінезін әрі қарай дамытамыз. Батыр дедіңдер, патриот дедіңдер, төрт мінезін айттыңдар, жаңа тамаша. Енді тұтқынға қарап, тұтқын әкелгенде ол баян қандай адам? Жаман. Жаман деген, айтамын. Ол жай адамды, соғыста қатыспаған жай адамды алды да, тұтқын сияқты басқа мемлекетке оның отбасын, мүмкін оның отбасын өлтірді, әлде бірнеше. Бірақ ол бұл қызды басқа мемлекеттен алып шықты. Жақсы, тамаша. Ол осыны қаламады. Ол өз мемлекеттерде өз достарымен, қалмақтармен өмір сүрге келген мүмкін. Сол себепті мен ойлаймын жаман деп. Жақсы, жаман дегенде біз балалар, жаман деген сөз кішкене түсініксіз деп. Соншама жаман емес. Жаман дегенде нақтырақ айтайықшы. Нақтырақ қай сөзбен айтуға болады? Жаман деген сөзді ауыстырайық. Ол неге жаман? Ол отанын қорғады ғой, бірінші сурет өздерің айттыңдар.
Ол патриот, ол қалай жаман болады? Отаншыл? иә Ол отаншыл ма? Отаншыл болған адам тұтқын алып келмейді ғой. иә Ал енді балалар былай болсын. Сендер Баянды мақтап бастадыңдар. Ол батыр дедіңдер, ол патриот дедіңдер. Ол патриот болса неге жаман ол? Осы жерде соғысқа қатысқан адам қандай болады? Сонымен байланыстырайықшы. Ау, қатал иә қатал қаталдық, тамаша, молодецсіңдер. Қатал, осы жерде қатал деген мінезін айтайық. Ал енді қатал деген жаман деп айта аламыз ба біз? Соғысқа қатысқан батырға қаталдық керек па, керек жоқ па? Әрине керек Керек қой, ол бар. Жауды аяған жаралы мысалы дейді. ол қалмақты ол жауларды өлтірмеу үшін аяуға болмайды. Кішкене қаталдық болу керек. иә Дұрыс. Батыр болу үшін, соғысқа қатысу үшін міндетті түрде адамның бойына қаталдық керек. Сонда біз жаман деп жамандамайық. Жаңа бастағында патриот деп керемет сөзден бастадық қой. Енді соны жалғастырайық. Сол қаталдық, оның адам соғысқа қатысқаннан кейін оның бойына жаңағы қаталдық ол болса болмаса сіңеді екен. Сондықтан ол тұтқынды әкелді. Кеттік ары қарай. Үшінші, махаббат мәселесінде кім пайда болды бізде? ноян Ноян пайда болды. Ал Ноянның мінездемесі кетті. Ноян бізде 14 жасар бала. Сендер нешедесіңдер балалар? 13 13-те. Сендер шамалас екен, сендерден 1 жастың. 8-ші класстың оқушысы деп айтайықшы. Ноян қандай оқиғаның байланысына қарап айтамыз. Тура сурет бойынша жүресіздер, сюжет бойынша. Ноян қандай махаббат тұрған жерде? Махаббатқа байланысты айта қойыңдар. Иә? Бірақ бала сөйлеп отыр ма, екшеу? Барлығымыз сөйлейміз. мен ойлаймын Доверчивый. Сенгіш. Аңқау Сенгіш деп деген айтуға жақсы. болады. Сөзіне асыруға болады. Аңқау деп айтуға болады. Аңқау деп айтуға болады. Қызға сеніп қалды. Жақсы. Ол жағын айтуға болады. Екінші, қараңдаршы, ол жүрегі бар ғой, ол ғашық болып тұр. Біздің ата-анамыз бір-біріне ғашық болды емес пе? Содан кейін сендер өмірге келдіңдер. Сонда Ноян қандай? Махаббатқа байланысты. Қандай? Айтамын. Ғашық. Ғашық дейміз ба? Ғашық деген ол кім шығар? Қандай? Махаббатқа адал. Махаббатқа адал, тамаша. Махаббатқа адал екен. Ол махаббатқа адалдық жасаймын деп осындай қателік жасады ғой негізі. Махаббатқа адалдық жасаймын деді. Жақсы. Екінші, үшіншіден жүрегі бар дедім. Қараңдаршы, жүрегі бар адамды қандай деп айтамыз? Жақсы көрген соншалықты өз елін сатып кетуге дайын болды. Сендер совсем жек көріп кеткен екенсіңдер, Ноянды. Жарайды. Жақсы. Мейірімділік шығады ғой балалар, жүректен, негізі. Жүректен мейірімділік шығады. Бір жағынан қатты кергегеніміз дұрыс па Ноянды? Ноян ол бала ғой. Жоқ, ол Сендер жас айтыңдар. болғаннан қателік жасады. Жас болды. Жас болды, дұрыс айтасың. Тамаша. Жас болып тұр ғой ол. Жас болып тұр. Жаңағы Бәрі ол қателік жасады. Қателік. тамаша. Ол біз патриот емес деп айта алмаймыз балалар. Өйткені ол бала ғой. Ол бала. Бала ол қателік жасауға бейім бала екен. Біз үлкендер мен балаларды талдаймыз. Ау, айтамын. Ол ойланбады ма, мысалы, ол анау тұтқындағы қыз оны өлтіре алады. Иә. Себебі оның Ол енді қатты жақсы көрді ғой. Ол кезде ойламады. Алдына қарай кеткен жоқ ол. Тек сол махаббаты үшін махаббатпен барды. Жақсы, молодецсіңдер балалар, тамаша. Мен былай айтайыншы онда сендерге. Онда былай болсын. Біздің бөлім балалар мен үлкендер. Біз балаға және үлкен адамға мінездеме беріп жатырмыз. Бала қателік жасауға бейім табиғатынан. Сендер қателік жасамайсыңдар ма, мысалы? Ондай сатқындық емес, жалпы кез келген күнделікті қателік жасайсыңдар ма, мысалы? Қаншалықты қателік жасайсыңдар? Мүлдем жасамайсыңдар ма? Жасаймыз. Жасайсыңдар ғой. Баланың ісі шалады қазір. Тек қана балалар емес, үлкендер де қателік жасауы мүмкін. Жарайды, жақсы. Ол үлкеннің қателігін қазір айтайық онда. Баянда қандай қателік бар екен. Жақсы. Сонымен қашуға келдік. Қашқанда Ноян қандай? Жақсы, Ноянды айттық, махаббатқа адал дедік. Мейірімді болсын, жақсы көріп тұр, сүйе алады. Ал қашуына байланысты қандай мінездеме береміз Ноянға? Қорқақ болуы мүмкін, дұрыс. Ағасынан қорықты, Ағасынан қорықты ғой, айта алмады. Мен мына қызды жақсы көремін деп ағасына айта алмады. Қорқақ
Қорқақтығы бар. Баланың бойында ол болуы әбден мүмкін. Одан кейін тағы қандай қашып бара жатыр? Тағы қандай мінез шығарамыз, балалар? Сатқын. Сатқындық енді негізі бұл жаугершілік заманда бұл сатқындық деп аталады негізі. Бұл бала болса Иә, да, бірақ бұрын айтқан не ол махаббат, ол ойланбады және біз олай айта алмаймыз. Өйткені ол оның махаббаты қатты болды, сол себепті ол ойламады. жақсы. Ол Екінші қыз бала сөйлеңізші. махаббаттың алдында выбирать етті. Таңдау жасады, иә? Яғни онда батыл екен ғой балалар. Таңдауды кім жасайды? Таңдауды батыл адам жасамай ма? Батылдық бар. Келісесіңдер ме, келіспейсіңдер ме? Батыл, мысалы, қашу, мысалы, қашқанда ол ұстап алса өлтіретінін білді ғой. Қалай ойлайсыңдар? Сонда ол қашу батылдық па, батылдыққа жатпай ма? Апай, Иә? түсінбеушілік. Ол ойлады, оның ағасы махаббат үшін, отан сатқан үшін оны дұрыс түсінбейді екен. Ағам дұрыс түсінбейді деп ойлады, иә? Жақсы. Ноянды осы жермен тоқтатайық. Ары қарай шарықтау шегі бізге кімге қатысты? Негізгі іс-әрекетті жасайтын кім? Баян. Баян. Ал Баян келді де інісін атты. Бұл жерде қандай мінез ашылды? Ол қаталдығы айтып қойдық, иә? Қатал. Иә. Ашуы, дұрыс. Ашуын жеңе алмайды. Өз ашуын игере алмайды. Өз эмоцияларында. Дұрыс. Эмоциясын реттей алмайды. Тамаша. Иә. Өте жақсы. Бұл үлкендерде кездесетін қателік. Міне, сендер жаңа айтты ғой, біз қыз бала, үлкендер де қателік жасайды. Бізге қателікті жасаттыратын ол эмоция екен. Жаңа Баянның бейнесі өте тамаша еді, бірақ эмоцияға берілгенде Баянның бейнесі бұзылып кетті осы жерде, балалар. Жақсы, тағы да өзінің туған інісін атты дедік. Неліктен ол атты туған інісін? Өйткені ол сатқын. Баянды сатқын деп есептеді. Сатқын деп есептейді. Неге сатқын деп есептейді? Өйткені ол қалмақ қызына ғашық болды. Дұрыс. Жаудың қызына ғашық болу. Соғыс заманында ондай сатқындық жасауға болмайды. Соғыс заманының тәртібі деп айтсақ болады. Ал енді әрі қарай кеттік. Жақсы. Баянның тәртібі өйткені Ноян, Баянның әкесі де анасы да батырлар. Бірақ апай, Баян ол да ғашық болды ғой, қалмақ қызына ғашық болды ғой, бірақ қалмақ қызы оны оған қарамады, е? Солай ма? Жақсы, ол жерін байқаған екенсіңдер, молодец. Негізгі өзі тұтқынға келудегі мақсаттың өзі сол болған. Ол қызды ұнатып алып келген екен, негізі. Енді осы жерде, ал қандай мінезін шығарасыңдар? Сол кезде мүмкін ол Ноянды ревновать етті. Иә, мен де ойлап қалдым солай. Мүмкін, балалар болуы мүмкін, е? Бәсекелес сияқты қабылдап қалуы мүмкін, е? Конкурент сияқты, е? Бірақ та ол өзінің туған інісі екенін, жаңағы ол ашу үстінде туған інісі екенін ойламады оның. Сондықтан бұл жерде ең үлкен қателік, балалар, ол эмоциямен ашу негізі. Ал енді оқиға шешімінде Баян айғайлап жылап қалды далада. Енді қараңдар. Енді Баян қандай? Асығы шешім қабылдауы. Ашуы басылды ғой. Бірақ оған да қиын болды ғой. Ол өзінің істегенін түсінді. Не істегенін түсінді. Ақыл ойы оған қайта оралды. Дұрыс, жақсы. Тамаша. Сонда Баян мүлдем ана көзсіз қатал ма екен? Көзсіз қатал ма ол? Мысалы, өлтіріп адамды жүре бере ме екен? Шауып тастап, мысалы. Жүре алмайды. Баянда да кәдімгідей бауырым деген жүрегі бар. Бірақ өкінішке орай бұл жерде екеуін айырған жаңағы эмоциямен ашу бар. Жақсы. Енді біздің бөлімімізге осы жерде біз оқиғаның шешімінде келеміз. Баян інісінен айырылып қалды. Мен сендерге екі сұрақ берейін. Баян неліктен осындай әрекетке барды? Екінші сұрақ, Ноян неліктен осындай әрекетке барды? Кімнің қателігі көп?
Қайсының Баянның қателігі? қателігі көп. Баянның қателігі көп деп ойлайсың ба? Неге? Баянның қателігі көп деп ойлаймын. Ал Себебі неліктен ол ол баянда әрекетке өзінің барды? туған інісін түсіну керек еді. Ол өзінің інісін түсіну керек еді. Сонан войти в положение деген сияқты соны түсіну керек еді. Ол ғашық болғанын, оны наоборот өлтірмей, оны поддержать ету керек еді. Ал дұрыс, қолдау керек еді. Қолдау үшін не керек онда? Солай сұрақ қояйықшы. Қолдау үшін не керек балалар? Ол сол- айту керек еді Өлтірмей, мысалы онымен сөйлесу керек. жарайды сен Сөйлесу керек еді. Ал енді ол бір ғашық болып жүргенін білген жоқ қой. Екеуінің бір-біріне ғашық болып жүргенін білген жоқ. Сол кезде Ноян да қателік жіберді, ол өзінің Тамаша. ағасына айтпағаны. Ағасына айтпаған. ал Тамаша. баян ол ойлады мысалы ноян өз халқын мысалы сатты. Ол балалар ол сол кезде Күресуші жалпы болды. соғыс уақытының тәртібі ол балалар. Басқа жаудың еліне өтіп кету ол 100% сатқындыққа жатады. Көрдіңдер ме? Бұл жерде тек қана баянның беделі түсіп қалмайды ғой. Бұл жерде бүкіл қазақ халқының беделі түсейін деп тұр. Енді қараңдаршы, Ноян қателік жасады, айтқан жоқ. Баян қателік жасағаны оны сұраған жоқ. Жақсы. Екеуі болған жоқ. Ал неге ол айтқан жоқ, неге сұраған жоқ? Біздің бөлімімізге келдік біз балалар. Тамаша. Баянның Қорқытты, түсінбейді деп. Иә. Неге, қалай дейсің? Олардың арасында Баян оны түсінбейді. Содан қорыққан шығар. Баян оны түсінбейді, дұрыс, қорқады. Түсінбейді. Сонда не жоқ балалар? Үлкен мен баланың арасында Доверие. сенім Түсініксіз. жоқ. Дұрыс. Сенім, иә. Тағы не жоқ? Түсіндім. Түсіністік жоқ. Тамаша. Балалар, үлкен мен баланың арасындағы жоқ түсіністік пен жаңағы сенім. Екі нәрсе осы трагедияға алып келді балалар. Бұл трагедия болмаушы еді, егер жаңағы түсінік болса, арада түсіністік. Екінші, бір-біріне деген сенім болса. Ол қашудың өзі ағасына сенбегеннен қашып кетті ғой. Иә, айта қойыңыз. Жақсы, тамаша, өте жақсы балалар. Сонда біздің алып шыққан дүниеміз үлкендер мен балалардың қарым-қатынасындағы жоқ дүниені айтты. Сол жоқ дүние осы шығармадағы трагедияны әкелді. Ары қарай жалғастырамыз. Ары қарай жалғастырмас бұрын мен сіздерге бір видео көрсетемін қазір. Сол видеоны қарап шығасыздар. Көрініп тұр ғой, иә? Қайда қашып барасың? Иә. Айт! Қайт деймін! Жоңғардың қызымен жауға қашып барасың ғой. Сен бізді сатып барасың. Саттым болғанша. Көк, өлгенің артық. Ойбай бауырым, не істедім, ойбай, деп ашумен інісі Ноянды өлтіріп, ізінше өксікпен өкіре жылаған Батыр Баянның бейнесі барша қазақ көрерменнің көз алдында. Баян, араластың мені. Сіздер басында айттық, Ноян өте қатал, ол осылай еңірейіп жылайтын адам, ол қалай қатал болуы мүмкін? Оның дәл Нояндағыдай мейірімді жүрегі бар балалар. Бірақ өкінішке орай, жаңағы үлкендер мен балалардың арасындағы түсінбестіктің салдары осындай трагедияға алып келді. Енді үлкендер бойынша жаңағы видео сюжетті естеріңде қалды, және балалар бойынша бір сөз жазамыз. Бала дегеніміз бұл жерде Ноян, үлкен дегеніміз ол Батыр Баян. Батыр Баянға қатысты осы жерде бір тірек сөз болатын сөз жазсаңдар бала. Тірек сөз болатын. Мысалы, Батыр Баянның жаңағы іс-әрекетіне қатысты. Інісін өлтірді ғой жаңағы. Немесе Ноянның екінші. Біреуін таңдап алыңдар.
батыр баянға қатысты жазуларыңа болады. Ойша ойлап отырыңдар, қазір маған айтасыңдар. Одан кейін екінші ноянға қатысты. Қандай сөз, тірек сөз бола алады осы жерде? Қандай сөз айтуға болады балалар? Кім көрейікші? Біреу бастап көрсін. Үлкендерге асығыстық. Асығыстық, тамаша. Асығыстық деген сөз үлкендерге келіп тұр. Ал балаларға қай сөз келеді? Кім айтады? Қыздар кәні қосылайық. Қорқыныш. Қорқыныш, тамаша. Қорқып кетті ғой, анандай бүкіл алты алаштың бетінке ұстар батыр баян соңдарынан қуып келгенде қорқып кетті ғой. Түрлерінен көріп тұрсыңдар. Тамаша. Қорқыныш деген сөз шықты. Бала жағынан, баламыз енді ноян ғой, жанында қыз бар. Ал үлкендерден асығыс. Өте тамаша. Кілтті сөз осы. Енді осы сөзді сөз тіркесіне айналдырайық. Бұл бізде бестік диктант деп аталады. Ол жаңағы сюжетке байланысты болу керек балалар. Неге? Видеоға. Не асығыс, не бұл? Асығыс шешім. Тамаша. Сөз тіркесі балалар, сөйлемейміз. Асығыс шешім өте жақсы. Ал балаларға байланысты қорқыныштыдан сөз тіркесін құрандаршы. Ол да жаңағы оқиғаға қатысты сөз тіркесі болу керек. Адамдардан қорқыныш. Адамдардан қорықты ма? Кімнен қорықты? Жоқ, үлкендерден, батырдан. Үлкендерден қорқу. Тамаша. Балалардың бойында үлкендерден қорқу болады үнемі. Тамаша. Осы қорқынышты біз сейілту үшін жаңағы жоқ дүниені іздеуіміз керек. Тамаша, молодецсіңдер. Әрі қарай кеттік. Енді осы екі сөз тіркесін жасап қойдыңдар, оны сөйлемге айналдырайық. Үлкендерден қорқыныш дедіңдер ғой. Оның жалғауын ауыстырып жіберге болады балалар. Қорыққаннан, қорыққандықтан деген сияқты. Ал қандай сөйлем құрай аласыздар? Үлкендердің асығыс шешім қабылдауынан өкіну. Тамаша. Асығыс шешім қабылданды, иә? Және қыз бала немен деді? Қайғырды деді ме? Сондықтан қайғырды деп балалар сөйлемді соза беруімізге болады. Тамаша. Видеоның мазмұнын ашып тұрсыздар ғой. Үлкендерге байланысты асығыс шешім қабылданды, сондықтан қайғырды, өкінді. Ары қарай балаларда үлкендерден қорқу деген сөз болды. Сөз тіркесі, оны дамытамыз қалай? Түсініспеушілік болмаған соң үлкендерден қорқу. Тамаша. Өте жақсы, жарайсың. Үлкендерден түсіністік жоқтықтан, түсіністік ара қатынаста түсіністік жоқтықтан үлкендерден қорқу. Тамаша. Енді осы айтқан сөйлемді сұраулы сөйлемге айналдырамыз. Тура сол сөйлем тек қана сұраймыз. Асығыс шешім қабылдау қандай мәселеге әкеліп соғады? Тамаша. Керемет. Өте жақсы. Асығыс шешім қабылдау қандай мәселеге әкеледі? Біз оқиғаның жаңағы видеомен жүріп келе жатырмыз бе балалар? Байқайсыңдар ма? Тамаша. Ал енді балалардың жаңағы айтқан сөйлемдеріңді сұраулы сөйлемге айналдыра қойыңдар. Қалай? Үлкендер мен балалардың арасында не болмады? Жақсы, түсіністікті алып тастапты құрап. Жарайды, жақсы. Балалар мен үлкендердің қарым-қатынасында не болмады? Балалар бірнеше сөзден жасай беруге болады, сұраулы сөйлем ғой. Ал енді осы сұраққа жауап берейік. Үлкендер бойынша сұрағымыз қалай еді жаңа? Ұл бала құраған. Қалай еді? Қандай мәселеге оралды? Асығыс шешім қандай мәселеге әкеледі? Ал енді жауабын айтайық. Асығыс шешім балалар неге әкеледі? Асығыс шешім қайғыруға әкеледі. Тамаша. Өкінуге, тағы да неге әкеледі? Шыңғыстың ағасы өшіп қойыңдар. Тағы неге әкеледі? Жаман. Бүкіл істеген ісін түсінуге. Дұрыс, өзін өзі тәрбиелеуге әкеледі. Дұрыс айтасыңдар. Өзінің қателігін түсінуге әкеледі. Ал біздің оқиға бойынша асығыс шешім трагедияға әкеліп тұр балалар. Ары қарай. Келесі балалар бойынша сұраққа жауап жазамыз. Үлкендермен жауап айтайық. Балалардың арасында не жоқ? Осы оқиғаны бүгінгі өмірмен байланыстырып болады. Сенім мен түсіністік. Түсіністік деген сөзді дұрыс құрастыра алмай қойдық. Түсіністік, иә? Үлкендер мен балалардың арасында түсіністік жоқ. Міне, тамаша. Балаларға түсіністік жоқ, сондықтан жаңағы екі сұрақтың жауабы балалар бірдей. Сондықтан осындай қиын нәтижелерге әкеледі. Трагедия болу міндетті емес балалар. Қандай да бір қиын нәтижелерге әкеледі. Сонымен шығармамызды аяқтасақ, поэманың осылай трагедиямен аяқталу себебі
Ол мысалы алты алаштың биікке ұстар мықты батыр баяны ғой. Ол жүрегі жоқ емес, ол жүрегі бар, мейірімді. Өшіріп қояйықшы балалар, микрофонды. Негізі жүрегі бар, мейірімді, бірақ та жаңағы баламен қарым-қатынастағы кеткен қателіктен осындай өкінішке әкелді баянды. Жақсы, енді өзі жоқ қой деймін, қосып қойып жүрген бала ғой деймін. О, жақсы болды. Дәулетхан дегеніміз доп ойнап кетті ғой деймін, қосып алып. Мұғалімі кір деген ғой. Жақсы балалар, рефлексиямен сабағымызды аяқтайық, кері байланыс жасайық. Не түсіндік шығармадан? Мағжан Жұмабаевтың тамаша шығармасы Батыр баян. Қазақтың жерін қорғаған мықты бетке ұстар батыры, бірақ та бұл отбасы жағдайы көрсетілген баян. Баянның, мысалы, тағы бір сұрақты біз айтпай кеттік балалар. Егер Ноян аман есен құтылып кетсе, жоңғарға барғанда аман қалар ма еді, қалай ойлайсыздар? Жоқ. Ол оны тұтқынға алып, өлтіруші еді. Өлтіруші еді. Сондықтан баянның асығыс шешімі де осы жерде шығып тұр балалар. Себебі ол Ноян о жаққа барғанда аман қалмайтынын біліп тұр. Жаудың қолына бара жатыр ғой. Ол балалық жасап бара жатыр. Тек қана бұл осы әрекетке дейін сөйлесудің болмағаны деп шешім шығарамыз. Жақсы, енді бірақ қалмақ қызы соны білді ме? Сол Ноян ол жерде тұтқынға алып өлетінін. Сонда ол өзінің жеріне пайдаланды ма? Тамаша сұрақ. Қалмақтың қызы мақсаты негізі еліне қайту. Бірақ та қалмақтың қызының жасын айтады ғой балалар. Нешеде дейді оның жасы? 15. 15 дейді. Ол да Ноянмен шамалас болып тұр ғой. Ноян да 15-те. Иә. Екеуі жастар. Ноян 14-те ғой. Жақсы, енді екеуі шамалас болсын жастар. Екеуі де жеткіншек. Ал мысалы сонда ол бала, қызды да бала деп айлайық. Бала оны өлтіру мақсатында апару мүмкін бе еліне? Қалай ойлайсыңдар? Жоқ. Жоқ, дұрыс айтасың. Жауабын өздерің айтыңдар ғой. Менің ойымша, иә, себебі ол болды, ол Ноян өзінің туған сол жерге барғанда оны тұтқынға алып өлтіреді. Сол үшін оны пайдаланып, өзінің туған жеріне қайтқысы келді. Осы сенің жауабыңды, қызым, жоққа шығаратын видеода бір әрекет болды. Дәл осы жауапты жоққа шығаратын қандай әрекет болды? Видеода кім байқап қалды? Қыз Ноянның алдына тұрды, когда кім садағын. Тамаша. Қыз Ноянның алдына тұрды ғой, балалар. Сонда қалай? Ол егер оның мақсаты тек қана еліне жету болса, ол неге өлімге басын тікті? Бұл жерде қыздың адалдығын көреміз бе? Оның мақсаты анасы оған. Жақсы. Екеуі де бір-бірін жақсы. Тамаша, екеуі бір-бірін таза жақсы көріп тұр балалар бұл жерде. Таза жақсы көріп тұр. Бұл қыз балада бала ғой балалар. Ол да балалық жасап тұр осы жерде. Негізі талай қалмақтың қызы тарихта балалар. Қазақтың батырларының жарлары болып ұрпағын дамытқан. Бірақ өкінішке орай бұл қыз балалық жасап Ноянды ертіп әкетемін деп ойлады ғой. Сондықтан бұл трагедияға әкеліп соқты. Жақсы, не дұрыс, не бұрыс деп ойлайсыздар? Немесе өмірмен байланыстырайықшы, рефлексия жасайық. Не істеуіміз керек екен? Неден аулақ болуымыз керек? Сөйлей қойыңыздар. Сонда біз үлкендерге сенім беру. Қалмақ қыздардан. Қалмақ қызы емес, жалпы өмірмен сөйлейік. Дұрыс айтасыздар, үлкендерге сенуіміз керек. Үлкендерге сенуіміз керек. Біз сенеміз ғой үлкендерге. Мүмкін керісінше шығар. Үлкендер балаларға сену керек. Алдын ала ойлау керек. Алдын алып ойлану керек. Іс әрекетті тағы не істеуіміз керек? Эмоцияға берілу керек. Дұрыс. No деген бізде эмоция. Эмоцияға берілуге болмайды. Ашуға берілуге болмайды. Ол күнделікті қоғамда да адам қандай да бір теріс әрекеттерге өзі өкінетін іс-қимылдарды осы эмоция мен ашудың нәтижесінде жасап жатады екен ол. Жақсы. Тағы не айтасыздар, болдық па? Сонда алдымен ойладық. Тырысу керек. Жақсы. Тамаша. Рахмет сіздерге балалар. Ендеше сабағымызды аяқтаймыз. Біздің поэманың авторы кім еді балалар? Кім еді поэманың авторы? Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаевтың қандай өлеңдерін білесіңдер? Бір жолын болсын есімізге түсіре аламыз ба?
мен осы жерге Мағжан Жұмабаевтың бір жол өлеңін қойдым. Білесіңдер ме? Сіздерге арнап айтылған өлеңі. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, мен жастарға сенем. Тамаша. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп. Келесі мына жақтан. Көздерінде оты бар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға, мен жастарға сенемін деп. Мағжан Жұмабаев сіздерге сенім артып кеткен екен. Мағжан Жұмабаевтың шығармасын жақсылап талдадық деп ойлаймын. Елдің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Ең бастысы, сендер де ертең үлкен боласыңдар. Үлкен болған кезде балалармен қарым-қатынаста жаңағыдай қателіктер жібермеуіміз керек. Қарым-қатынас ашық болу керек. Сабағымыз аяқталды. Қатысқандарыңа көп рахмет. Сау бола қойыңдар. Сау болыңыз. Жақсы, Сау болыңыз. Сау бола қойыңдар. Сау болыңыз.